Сәлеметсіздерме? 9-шы лекция тізімдер. Тізім және оған қолданатын функциялармен танысасыздар. Тексті оқитын курстың әзірлеушісі Нұркен Спашев. Модуль 4 тізімдер және картридждер. Саламатсыздар ма? 9-шы видео лекция тізімдер. Тізімдерге арналған мысал есептер. Сандардың тізімі берілген, алдыңғы элементтен үлкен тізімнің барлық элементтерін шығару қажет. Жаңа файл ашайық. A тең input. A айнымалысына мән енгізейік. A тең A.split. Split әдісін біз жолға қолданып, қабылдаған элементтерді тізім элементтеріне ауыстырдық. For I in range len A. Циклымыз тізім элементтерінің санына сәйкес жүреді. If егер int I үлкен болса int I минус 1. Алдыңғы элемент одан кейінгі элементтен кіші болатын болса, онда үлкен элементті шығарамыз. Print үлкен элемент I-ді шығарамыз. Файлды сақтайық. Ал енді біз тізім элементтерін енгізейік. 1, 5, 6, 8, 4, 2, 3, 6, 7, 0, 1, 9. 5 шықты. Себебі 5 1-ден үлкен. 6 5-ден үлкен. 8 6-дан үлкен. 4 8-ден кіші, сондықтан ол шықпайды. 2 4-ден кіші шықпайды. 3 2-ден үлкен болып шығады. 3-тен 6 үлкен шықты. 7 6-дан үлкен, 0 7-ден кіші шықпайды, 1 0-дан үлкен шығады, 9 1-ден үлкен шығады. Осындай тізім элементтері шығарылды. Келесі есеп, тізім берілген, тізімде тек бір рет кездесетін элементтерді шығару қажет. Жаңа файлды жайық. A тең input .split. Осылай біз бір жолға input пен және split әдісін бірге қолдана аламыз. Циклды жазамыз. For I in range len A. For G in range len A. Бұл жерде біз екі циклді қолдана отырық. Ол деген бір элемент алады. Сол элемент алады да бүкіл циклдің элементтерімен бір тексеріп шығады. Келесі элемент алып, қайтадан бүкіл элементтермен циклдің бүкіл элементтерімен салыстырады. Және де шарт жазамыз. If I тең емес G және I тең болса G-ға тоқтайды. Егер индекстері тең емес, бірақ элементтер тең болатын болса, ол кезде тоқтайды. Else print I. Әйтпесе, егер бұл шартты қанағаттандырылмаса, онда бізге I-ді шығарады. Тізім элементтерін енгізейік. Мысалы, тізімнен бірді алды. Цикл бірінші I-да, және де G бойынша тізіммен бір барлығымен салыстырып шығады. Ол индекстері тең емес, және элементтері тең, яғни бір элемент басқа индекспен қайталанса тоқтайды. Әйтпесе сол элементті шығарады. Келесі есеп, тізім элементтері берілген, X-қа жаңа элемент беріп, осы элемент тізімінде нешінші орналасатынын анықтау. Шарт, тізім элементтері кему ретімен орналасуы қажет. A тең input .split X тең int input. Тізім элементтерін енгіздік, және де X тең int input. Және де бір айнымал енгіземіз. Айнымалға мән енгіземіз. Индекс тең 0. Себебі біз индекстерін анықтаймыз, оны біз счетчик ретінде қолданамыз. For I in range len A. Циклымыз жүреді. N тең int AI. Цикл арқылы тізімнің элементтерімен жүрдік, және де жеке-жеке оның элементтерін бөлшек санға ауыстырып n-ға теңестірдік. If n үлкен немесе тең x-тан қос нүкте, индекс I плюс 1. Индексіміз 1-ге артады. Print индексті шығарамыз.
Тізім элементтер кему ретімен орналасуы керек, сондықтан біз тізім элементтерін кему ретімен береміз. Осындай тізім элементтер бар делік, және де біз x-қа бір жаңа мән енгіземіз. 175 болсын мысалға. Және де оның біз индексін анықтаймыз. 5-ші болады. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Осылайша біз элементтің орналасу ретін анықтадық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.